Жер бетінде жалғасын тауып келе жатқан үш нәрсе бар: сенім, үміт, сүйіспеншілік. Ең ұлысы сүйіспеншілік болмақ. Құдай сүйіспеншілік. Және кім Құдайдың сүйіспеншілігінде болса, сол Құдаймен болғаны, әрі Құдай онымен болғаны. Мұқтаждық көргендерді табу үшін сүйіспеншілік жан жағына қарайлайды. Сүйіспеншілік жан жағына қарайлайды. Мұқтаждық көргендерді табу үшін. Өзгенің қасірет қайғысы біз үшін маңызды болғанда ғана біз өмірімізде табысқа кенеле аламыз. Біреудің жан жарасы барлығымыздың да жан жарамыз. Өзгенің ауыртпалығы барлығымыздың да ауыртпалығымыз. Сүйіспеншілік осы кезеңде, осы сәтте, осы шақта мені анық азат етеді. Ал осы кезең, осы сәт, осы шақ мәселе туындатушы. Тек осы кезеңде, осы сәтте, осы шақта ғана Құдайға және өзгелерге де сүйіспеншілік арқылы келе аламыз. Құдайға жақындай алу үшін алдымен өзіңізді, сосын жақындарыңызды кешіре отырып, осы кезеңде, осы сәтте, осы шақта ғана біз азат ете аламыз. Іс әрекетінде сәйкес келмейтін діни сөздерде қауіп бар. Ақыл санаңызбен келіскеніңізбен әрекетсіз, сіз ештеңеде емессіз. Ештеңеде емессіз. Сүйіспеншіліксіз өзіңіздегі бардың бәрін кедейлерге таратып бергеніңізбен, ендігі жерде әрекетіңізде, сеніміңізде, айтар сөзіңізде маңызды емес. Сіз сүйіспеншіліксіз, банкротсыз. Сіз сүйіспеншіліксіз күйредіңіз. Тек сүйіспеншілік жетелесін. Тек сүйіспеншілік жетелесін. Егерде сіз сүйіспеншілікте болсаңыз, әрі сүйіспеншілік сізде болса, онда сіз Құдаймен біргесіз. Сүйіспеншілік ешқашанда тастамайды сізді. Сүйіспеншілік әрқашанда әрекетке дайын. Не болып, не қойып жатыр, не келіп, нелер кетіп жатыр, бұл маңызды емес оған. Сүйіспеншілік әрқашанда әрекетке дайын. Қуғындалу мен қорқыныш, сынақ пен азғырылудың алдында сүйіспеншілік бетпе-бет тұрса да әрекетке әрдайым дайын. Әрдайым дайын. Көкейіңді ашта дұға ет. Тәңір, маған соншалықты сүйіспеншілік берші, өзгелердің қатесін осы сүйіспеншілікпен жаба алу үшін. Тәңір, қуанышқа бөлеші, өзгелерді жақсылық көріп жатса. Сүйіспеншілік өзінен көрі өзгелердің көбірек қамқорлайды. Сүйіспеншілік көбірек қамқорлайды. Сүйіспеншілік өзінде жоқты іздемейді. Сүйіспеншілік позитивті, ақ ниетті, ол қара ниетті қаламайды. Сүйіспеншілік қайырымды, ол жамандық қаламайды. Сүйіспеншілік жаралағысы келмейді. Өйткені сүйіспеншіліктің аты сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік өзін тоқ санамайды.
Сүйіспеншілік білімге толған бас емес. Сүйіспеншілік кішіпейіл. Сүйіспеншілік ешкімді төмендетпейді. Сүйіспеншілік ешкімге жоғарыдан қарамайды. Сүйіспеншілік өзгелер арқылы өзін жоғарылатпайды. Сүйіспеншілік шыдамды. Сүйіспеншілік бәрінде көтереді. Сүйіспеншілік шешімін еш өзгертпейді. Сүйіспеншілік алдағы ең зорына ұмтылады. Сүйіспеншілік ең тәуірін іздейді. Сүйіспеншілік жағдайға, қиындықтарға қарамастан соңына дейін барады. Періште тілде сөйлеп, сүйіспеншілігім болмаса, мен жай ауаны осқылағандаймын. Мен жай ауаны осқылағандаймын. Сүйіспеншілігім болмаса. Tell your neighbor, if I speak in the tongues of angels, but I do not love others, I'm simply making a noise. Егер де мен болашақтағыны айта алсам, барлығыңыздың құпияларыңызды білсем, болмаса, бәрін біліп тау қозғалтар, сенім иеленсем, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда бұл өмірде ештеңкеге де қол жеткізген жоқпын. Онда бұл өмірде оның сүйіспеншілігінсіз ештеңкеге де қол жеткізген жоқпын. Бауырласын сүймейтін адамға Құдай құдіретін сеніп тапсыра алмайды. Ондайлар бұл күшті заңсыз иеленбек. Және дұрыс қолдан алмай, ақыры өзін де, өзгелерді де майып етпек. Құдай сүйіспеншілігі сізде болса, онда сіз мұқтаждық көргендерді іздейсіз. Онда сіз мұқтаждық көргендерді іздейсіз. Ең зор салым бұл көмек. Көмек бұл ең зор салым.